Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай творог қосылған сочник дайындаудың әдісін үйрететін боламын. Дәмі өте жұмсақ, керемет, бір жегенде өте ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызға ұнымызды саламыз, үстінен сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып крошка жасап аламыз. Осылайынан жақсылап крошка жасап аламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды, шекерімізді, разрыхителімізді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап біріккенше жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей осылайынан жұмсақ қамырымызды жарты сағат, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Творогымыздың үстіне жұмыртқа, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырдым. Мінекей осылайынан араласып шықты. Енді қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Мен 75 граммға бөліп шықтым. Негізінде 50-55 граммға бөлсеңіздер болады, кішіректе болып жазсаңыздар. Мен 75 граммға бөліп, осылайынан сопақша етіп дайындадым. Сопақтау қылас, өйткені ішіне начинкасын салған кезде әдемі болып көріну керек. Мен жанын сәл қаттырыңқырап басын қырадым, өйткені балаларым жеген кезде шашылып кетпесін деп. Негізінде қатты баспайсыздар, творогы көрініп тұру керек. Мінекей осылайынан жұмыртқаның сарысын үстіне жағып шығыптым. Барлығына жағып шығып, шекерімді бетіне сеуіп шықтым, шекерді. Мінекей осылайынан 180 градуста 25-30 минутта дайын болды. Мінекей ас болсын, жасап көруге кеңес беремін.